Шақырғандарыңызға рахмет. Бізді шақырады деп ойлаған жоқпыз. Оралда бұндай студия бар деп ойлаған жоқпыз жалпы. Оқыған мамандықтарыңыз қандай? Жалпы қайда оқыдыңыздар? Космонавт болам деп ойладым да, психологты оқып, шаштаразбын. Сен үндемей отырсың ғой. Бәрі жақсы ма? Мысалы, актер болмақ. Бәрі жақсы. Осмысы главный актер. Біреу шалып қаласың ба аяғынан да. Бізге де алда уақытта видеоға кісі керек болатса, сіздерді шақырсақ болатын шығар, иә? Енді жалпы былай ғой, Талғат жалғастыр. Алдын ала Оралдың блогерларымен жақында машина ойнатқанбыз. Сіздерге бір күшті сұрақ қойайын. Тауық бірінші пайда болған ба, жұмыртқа ма? Тізе шығып кеткен әзілдерді. Бірінші тауық пайда болса, жұмыртқа қайдан пайда болды да? Жұмыртқа қайдан болса, тауық қайдан пайда болды? Тауық пайда болған ғой сонымен. Тауық пайда болған шығар, тауықты Аллах тағала жаратқан бар. Саған сұрақ қойын, мағыналы кішкене, өзім енді мағыналы жағынан жүрмін ғой, енді кішкене дұрыс сұрақ қойын. 7 жасында нешеде болдың? Ба? 7-те. Бар ма? Ол менің сұрағым ғой. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздерде қонақта блогерлер, олар Жұмабаев Қолғанат және де Акбаров Талғат мырза. Ал қош келдіңіздер, сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Ал енді өздеріңізді таныстырып кетіңіздер. Акбаров Талғат. Менің есімім Акбаров Талғат болады. Сол блогерлікпен айналысамыз. Видеолар түсіріп, вайндар түсіріп, сендерге келгенімізге өте қатты қуаныштымыз. Шақырғандарыңызға рахмет. Бізді шақырады деп ойлаған жоқпыз. Оралда бұндай студия бар деп ойлаған жоқпыз жалпы. Есімім Қолғанат болады. Просто Коля деп берсеңдер болады, жай ғана. Блогер болу жалпы оңай ма? Сіздер осы блогерлікпен айналысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Блогерлікпен айналысып жүргеніме 10 жыл болды. Айналысып жүргеніме. Енді Талғат Мен деген блогер біршама жыл болды тоже, бірақ 5 жылдай тастап кеттім де, осы қарқынды 2020-ның аяғынан бастадым ғой. Бұл жігіт жақында 2021-дің жыл блогерін атып алды. Жыл блогерін атқан жоқпын мен. Манағы несін номинация. Номинация. Вайнер деген номинация туады. Блогер болудың қандай қиыншылықтары бар? Блогер болудың ең қиыншылығы кісілердің сөздерін көтере білу керек. Мысалға, сен қанша жақсы видео түсірсең де, сенің жақсы видеоң кейбір кісілерге ұнамай қалуы мүмкін. Ұнап тұрса да, ұнамай қалуы мүмкін. Қалай болсын? В общем, хейтерлер көп болады, сол хейтерлердің жаман сөздерін қабылдай білу керексің. Хейтерлермен саудаласпау керек. Олармен саудаласатын болсаң, ұтылып қаласың всегда. Оларға тек жарайды деп. Екеуміз қашан және қалай таныстыңыз? Біздер деген прямой эфирға кірдім. Сөйтсем бір жігіт отыр. Қосыңызшы, ағай, қосыңызшы дейсің. Оны айтам. Жалпы бұл кісі осыдан біраз жыл бұрын көшеде көріп қалдым. Мен айтайын да. 2-ші курста ма, менде өзімде интернет-кафе болды, школьник районында. Сөйтіп, бұл бала маған бір-екі рет келді. Бір-екі рет келген кезде мен как раз универмагқа жаяу баратын болдым. Сол кезде көшеден көріп қалдым да. Бірге универмагқа жаяу барып сөйлесіп бардық. Содан кейін көрген жоқпын. Содан кейін мана Инстаграмдағы страницасынан көріп, сөйтіп қосқызып прямой эфирде сөйлесіп кеттік. Содан кейін мана вайн түсіреміз деп келісіп, солай арыз. Өзім шақырдым бұл кісіні. Ең бастысы жаңағы оқырмандардың қолдауы, оны бәріміз білеміз. Сіздерге аудитория жинау. Қалай жинадыңыздар аудиторияны? Аудитория бірінші ең көп қатты жиналған 2015 жылдары. Инстаграм дамып келе жатқан уақытта. Сол жылдары видео түсіре бастадым. ННН, Ахон, танитын шығарсыздар блогерлер. Солармен жақсы араласып, Алматы қаласында видео түсіре бастадық. Сол кезде менде қарқынды 70 мыңға дейін барған оқырман. Одан кейін белгілі себептермен аккаунт сатып, жаңадан аштым. Осы негізі екінші жаңадан ашылған аккаунт. Бірақ қарқынды дамыған осы TikTok'та дамыды. Ол үйленгеннен кейін дамып. Үйленіп келіншегіммен видео түсіре бастадым. Үйленбестен бұрын менде 30 мың ба болды TikTok'та, бірақ активності нашар болды. Келіншегіммен түсіре бастағанда бір айдың ішінде 200 мыңға дейін бардық. 30 мыңнан 200 мыңға дейін сөйтіп. Қазір Аллаға шүкір нормально. 201 десе. Сен үндемей отырсың ғой десе. Бәрі жақсы ма? Мысалы,
Актер болған. Осмысы главный актер. Біреу шалып қаласың ба аяғынан да. Сіз ше, сұрақ. Біз қойық па сұрақ? Сұрақ қойға болады, иә. Жалпы, енді молодцы, мен шыны керек білген жоқпын, Орал қаласында бұндай актерлар бар екен. Біздер актер табу жағынан қиналамыз негізі. Көп бізде Оралда ұялшақ білесіздер адамдар. Көшеде кісілермен даже шыны керек, көшеде келе жатып, кісілерді папарацци етіп, түсесіз ба деп жалынып видео түсіргенде болған. Сөздерін жеткізе алмайды. Камера көрсе, қорқады. Адамдардың қорқады. Бізге де алда уақытта видеоға кісі керек болатса, сіздерді шақырсақ болатын шығар, иә? Директордан бір сөйлесіп жаңа. Сіздердің вайндарыңыз көбінесе діни уақытта болады, сол енді. Жалпы мен негізі осы ең жақсы көтерілген осы діни жағынан мағыналы видео түсіргенде кісілер мені қолдай бастады. Басқалай видео түсірген кезде кісілер маған жаңағыдай жасың келді ғой, кішкене мағыналы нәрсе түсіршеш деген нәрсе көп жаза бастады. Даже қасымдағы достарымның өзі жаза бастады. Бірақ анда-санда күлкілі де түсіріп тұрған жақсы. Ең бірінші вайн түсірер алдын сценарий жазып аласыздар ма, әлде ол кенеттен пайда болатын ойды солай видеоға суреттейсіздер ме? Енді жалпы былай ғой, Талғат жалғастыр. Алдын ала дайындалып сценарий жазылып түсетін видеолар да бар. Кейде мысалы сценарий болмай қалған кезде сразу бір-бірімізбен кездесіп, сол кезде сразу әңгіме соғу арқылы сценарий пайда болады. Андай приколдарды бір-бірімізге прикол ұстап, сосын бір жақсы шығып кетсе приколдарымыз, сол кезде соған прикол, бұл менің концептім. Маған прикол түсіре салады. Не айтып жүрмін вообще? Не қылып жүрмін, айтайыншы көрші да? Мен көбіне автобуспен жүрем. Автобуспен білетін шығарсыз, автобуспен жүрем. 22-ші автобус білесің бе? Сырты қызыл бар ғой. Сол автобуспен көп жүрем. Автобуспен жүрген кезде мен телефон шықпаймын автобуста көбіне. Адамдардың әңгімелерін тыңдап отырамын. Үлкен кісілердің әңгімелері көбіне қызық болады. Әңгімелерін тыңдап отырамын. Көшеде жүргенде де әңгіме тыңдап отырамын бүйтіп. Кісілердің жүргендерін. Сол әңгіме тыңдап отырамын да кісілердің оқиғаларын аламын. Маған көбіне адамдардың оқиғалары қызығырақ. Өмірде болған жағдайлардың оқиғаларын алып, соларды қосып біріктіріп бірдеме шығарамын. Сценарийді. Солай шығарамын көп. Сіздерге бір күшті сұрақ қойайын. Аты кім дейсіз? Бекнұр менің атым. Айтам. Тауық бірінші пайда болған ба, жұмыртқа ма? Тізе шығып кеткен әзілдерді. Бірінші тауық пайда болса, жұмыртқа қайдан пайда болды да? Жұмыртқа қайдан болса, тауық қайдан пайда болды? Тауық пайда болған ғой сонымен. Тауық пайда болған шығар, тауықты Аллах Тағала жаратқан бар. Да? Солай шығар. Саған сұрақ қойын, мағыналы кішкене, өзім енді мағыналы жағынан жүрмін ғой, енді кішкене дұрыс сұрақ қойын. 7 жасында нешеде болдың? Ба? 7-те. Бар ма? Ол менің сұрағым ғой. Қандай сұрақ бар тағы? Сіз көбінесе комментария королі екенсіз. Комментарияларға көп жазасыз. Соңғы қалай отырасыз TikTokта? 1 сағат отырып жаза бересіз бе? Иә, осы сұраққа жауап берейін. Мені көп ойлайды. TikTokта 24 сағат отырады деп. Көп ойлайды, комментарийден көріп қалғанда TikToктан шықпайды деп ойлайды. Негізі мен жұмыс уақытым сағат 9-дан кешкі сағат 10-11-ге дейін жұмыс жасаймын. Негізі салонда жұмыс жасаймын. Анда-санда клиенттің шашын қиямын, мен шаш таразымын өзім. Шашын қиып жатыр, қолым босаған уақытта ғана комментарий жазамын. Осы негізі жаз уақытында көп комментарий жаздым. Шыны керек, бір күнде 800 комментарий жазғам. Содан кейін кісілер мені жаңағыдай көп комментарийдің астына жүрмейтін жеріңіз жоқ, комменттің королісі ғой деп кісілер өздері маған, мен өз-өзім емес, кісілер маған сондай не қойды, ат қойды, ат берді сондай. Ат берді жаңағы, жылқы берді жаңағы. Мен де постоянно қоямын бұған сұрақты, күнде неше комментарий жазасың деп. Сол видеоны қарағаннан кейін ол комментарий жазған дұрыс сияқты. Сіздердің сонда сөздеріңізден байқасақ, блогерліктен басқа да жаңағы жұмыстарыңыз бар да? Иә. Мен шаш таразбын, бұл мен водителім десем. Бұл тендермен айналысады. Иә, дос балдармен бірігіп. Тендер андай. Естейді, қарбы сағат базар. Күшті екен сізді. Сізді не тут аялдама түсіріліп жатқанда камераның артында қарап жүрді дейді. Неге түспедіңіз? Не тут аялдама деген ННН-нің сериалы ма? Иә. ННН-нің сериалына түскем, негізінде 2-ші сериясында бармын. Жалпы ННН өз шақырған, жеке жазып маған сол уақытта Алматыға бардым. Негізі ННН үшін барған жоқпын.
бірақ сол уақытта кәдімгі андай болады ғой, сақпайды. андай болады. Жолы болар жігіттің жездесі шығар ма, жеңгесі шығар ма, кім біреу шығады екен. Алдынан дейді, сондай бір мақал бар ғой. Сол уақытқа прям тура келіп, именно сериал түсіп жатқан уақытқа келдім Алматыға. НННге барып, сол сериалға түскем. Сіздерге Инстаграмда контент түсірген оңай ма, әлде ТикТокта? Негізі қазір қарқын дамып жатқан ТикТок қой. 800 миллион адам отырады онлайнда. Қазір ютубты да, инстаграмда бәрінде басып өтті ТикТок. Көп адам отыратын сол жер. Қазір ютуб, инстаграмда көтерілу өте қиындап кетті ғой. Иә, инстаграмда әсіресе. Прямой эфир. Аудитория жинау қиын. Байқасаңыздар, миллион адам бардың эфирінде 1000 адам отырады, 2000 адам отырады. Нашарлап кетті. Иә, сіздер деген енді көп болған екен да, осы инстаграм мен видеомен айналысып жүргендеріңізде. Ал кішкентай кездеріңізде осы өздеріңіздің камераға қызығушылықтарыңыз қалай болды? Сіздер жаңағы қандай байқауларға қатыстыңыздар ма жалпы? Негізі шыны керек, ондай мүлдем ойда болған жоқ, видеоға түсеміз деп. Бірақ кішкентай кезімде видеоларым бар, тойдағы жаңа камераға түсіп қалғаным. Жалпы өзім ұялшақ болған жоқпын. Активный болдым кішкентай кезімнен. Бірақ видеоға түсуіме себепші болған мен ағам. Ағам өзі айтты. Ол кезде бәрі видео түсіріп жатырды. 2011-де бастасам, олар деген 2010 ба, 2008-де ма бастап жатырды кісілер видео түсіріп. Ол кезде Инстаграмда 5 секунд па, 10 секунд па болды видео салу. 15 секунд па сондай болды. Сол кезде. Сізде болды ма қызығушылық кішкентай кезінде? Менде қызығушылық дегендей, ондай қызығушылық болған жоқ. Видеоға блогер боламын деп ойлаған жоқпын. Бірақ енді заманның талабы болған жерде бәрі айналысып жатқан жерде көрейін деп келгем осыған. Аянышты көп та соңғы. Сіздер гиф жасадыңыздар ма, әлде гиф жасаған жоқсыздар? Бірінші гифтеріңіз қалай өтті? Гиф мына кісі машина ойнатып жатыр. Есік алдында тұрған шығарсың. Осы Оралдың блогерларымен жақында машина ойнатқанбыз. Оралдың блогерлары. Лада Калина. Мен өтірік айтпай қойын, гиф ойнаттым. Бірақ менде андай машина емес, 500 теңге болды. Халыққа кәм 500 теңге керек, еще маған жазады кәм. Мен 10 досым белгіледім о деп кәм. 500 теңге ойнатқам, былай қатты гиф ойнатпадым. Гифке қатысып көрдіңіздер ме? Кетіп қалса да. Гифке қатысып көрдік, мен көп гифке қатыстым. Бірақ вообще отқан жоқпын. Мысалға, блогер болып кете алады деп ойламаймын. Тек жаңағы пысықтар ғана өздерінің жолын тауып кетеді. Сіздер жаңағы осы блогерліктен ақша таптыңыздар ма? Жоқ енді айта беріп қой. Блогерліктен ақша таптыңыз ба дегенде автобуспен жүрмін. Машина қайдан алдың сен машинаны? Машина өз ақшаммен сатып алғанмын. Блогерліктен дегенде біз ондай өзім туралы айтып кетейін. Мен ондай әлі гигант андай блогерлар емеспін. Гигант? Подписчигі көп, мысалы аудиториясы мықты, мысалы енді гиф бірдеңе жүргізсең, аудитория мықты болу керек. Мен әлі өзім страницамен именно гиф жүргізіп көрген жоқпын. Сондықтан да былай табасың ғой, 5000 рекламалардан, жарнамадан, иә. Жарнамадан табасың. Суши жеп тұрамыз анда-санда. Құрт жеп. Андай миллиондап табамыз деп әлі айта алмаймын. Иә. Бір алдағы уақытта көреміз. Сіз жыл блогерін қалай алдыңыз? 2020. Қалай алып бетті? Жыл блогер деген Бану ханым деген Қазақстан бойынша жыл блогерін әртүрлі қалада жүргізіп келеді. Сөйтіп Ақтауда болды, Атырауда болды, сосын уже біздер Оралда болатынын білдік. Бірақ бір кезде жарнама жасады Оралда болады деп. Сосын организацияға хабарласып, сөйтіп шақыртып алдық. Иә. Құлған Жұмабаев себептері болып қалды. Соған сіз бара алмай қалдыңыз ба? Иә, мен бара алмай қалдым, потому что не жұмыстар шаруа көп. Елге қызмет етіп жатырмыз. Шаш қиып. Сосын дейтін жаңағы енді видео түсіруге сіздер видеоны өздеріңіз түсіресіздер ма, әлде жаңағы операторларды жалдайсыздар ма? Негізі мен өзім Қазақстан діни басқармасы білетін шығарсыздар, Қазақстан діни басқармасымен контрактпен жұмыс жасап жатырмын негізінде. Олар өздері маған сценарий жібереді, өздерінің операторлары бар.
YouTube желісінде бар видеоларымыз шағын 4-5 роликтер бар. Олар бізге өздерінің операторларын жібереді, уақытты жібереді, сценарийді жібереді, дайын тұрған кәдімгі. Сол сценарий бойынша түсіреміз негізінде. Былай оператор көбіне келіншегім түсіреді. Дұрыстап тұрсай жан. Не істеп жатсыңдар деп кейбір кезде бізге де ұрсады. Біздің сценаристіміз ол да кейбір кездері. Сценарийін жазатын осы 99% сценарий ойлап табатын қолғанат, сосын оның әйелі. Келіншегім көп жазады сценарий. Сіздердің жалпы оқыған мамандықтарыңыз қандай? Жалпы қайда оқыдыңыздар? Мен Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, неде оқыдым, педколледжде. Неде Бахмада оқыдым, пединститутта оқыдым, мамандығым негізі психолог. Бірақ кішкентай кезімде мен космонавт боламын деп ойладым. Бірақ білмеймін, космонавтика оқытамаушы Қазақстан. Оқытады ғой. Байконурға баршы. Космонавт боламын деп ойлағам, сөйтіп психологты оқып, шаш таразбын. Қалайсың да бұл? Шаштарын қиып отқанда әңгімесі бар. Космонавт боламын деп ойладым да, психологты оқып, шаш таразбын. Сіздің мамандығыңыз қандай? Өтпесі болсын. Мен деген ЗКТУ-да колледжін оқыдым, программист болып оқыдым. Қазір нянька. Компьютерден шарит етем. Сосын КЗТУ-да юрист оқыдым мамандығым. Сосын всегда заңда жаттап жүрем да. Кешке қарай пол жуам десе. Пол жумаш үшін үйленіп алдым сосын. Кімнің қандай сұрақтары бар? Үйде. Сұрақ қой. Сіз жалпы қай жерде, қай қалада туылдыңыз? Қай қалада туылдыңыз дейді. Сәлем. Сәлеметсіз ба? Қай жақтан боласыз? Оралдан. Осы жайшып жатыр просто. Сіз қай қалада туылып, қазір қайда тұрып жатырсыз? Қай қалада туылып дегенде, осы Орал қаласында туылдым. Осы Орал қаласында тұрып жатырмын. Көрген жоқпын. Осы жерде негізі көбі ойлайды мен басқа қалада жүрген шығар деп. Негізі осы Орал қаласындамын. Бірақ көбіне Алматы, Тараз жақтарда көп жүремін. Сіздерді Дұрыстап қой. Айтам. Сіздерді көшелерде адамдар таниды ма, балалар дейді. Қандай сезімде боласыздар сіздермен фотоға түсіп жатқанда? Андай болады ғой бір. Анаң келіп құшақтайды, балам деп. Сондай сезімде боламыз. Қуанышты боламыз. Балалар прям жүгіріп келіп Жұмабаевқа жабысып құшақтайды ғой. Жүгіріп бір соқса да. Нет, түсірсің сен. Нет. Талпамен келіп төгіп кетсе де. Одан кейін өшез видео түсірмейсің ғой да. Хейтерлер кәм көшеде ұратын болса да. Жақсы сезімде боламыз, келіп фотоға түсіп. Кейбір кісілер ұялады. Шаш қиып жатамын ғой, көбіне салонда видео түсіріп тұрады сыртынан. Сөйтіп қарап қалсаң. Бүйтіп кәм андай. Оралда ұялшақ қой көбі. Кейбір кісілер кәм келеді. Сен тикток түсірмейсің бе да деп сондай олар отандай. Кішкене қиялдап. Иә, тикток түсіремін. Кеше фото асып жүрейді деп. Нешедесің десем, 5-темін дейді. Үлкен бала сияқты сөйлесетіндер аласың. Сіздер осы инстаграмды қанша подписчикпен бастадыңыздар блогер болуды? Қазір көбі ойлайды не деп. Сразу бір гифке қатысып подписчик жинап алу керек. Кем дегенде бір 5-1000 подписчик болу керек деп ойлайды. Жоқ. Деп істемей қойып бүйтіп обязательно. Кәм саусақты маникюрге келген сияқты. Гифқа қанша рет қатыссаң да, ол аудиторияны тірі болмайды. Сен қалайсың да? Қалай ол тірі болмайды? 10-20 мың қосылады саған да, ол по-любому тірі болмайды. Зомби ма сонда? Ол просто амал жоқтан саған машина ұтайын или ақша ұтайын деп қатысқан адамдар. Өзінің аудиторияңды жайлап уақыт келе адам қызығушылығымен подписаться еткен адамдар всегда сені қарайды. Бұлай жан-жақтан келген адамдар, гифпен келген адамдар. Қанша подписчикпен бастадыңыз блогерлікті? 1000 десең. Қанша дегенде білмеймін, мен 5 жыл тастап кеттім, ол кезде менде 23 мың болды. Сол 5 жыл тастап кеткен кезде адамдар 5 жылдан алдын қанша болды? 5 жылдан алдын 0 болды. Шыны керек, шыны бар ма андай, шыны бар ғой, сол керек болды. Шыны керек десе. Шыны керек мен не? Негізі сол бірден бастадым, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Ешқандай гифсіз бастадым. Гифсіз, конкурссыз 70 мыңға жеттім солай. Қазір сол жайлап көтеріліп жатыр. Ал тиктокта ешқандай конкурссыз бастадым, өзімен өзі көтерілді.
тиктокта андай балалармен видео түсіресіздер ғой, сол кезде балдарды қайдан табасыздар? Көшеде жүрген балалармен түсіреміз. Көбіне оқырмандарымыз өздері келеді, ағай жаңағыдай бір-екі видео түсуге бола ма деп. Сосын айтамын ғой, болады бір 2-3 күннен кейін десем, қазір болмай ма дейді. Айтамын ғой, менде сценарий жоқ, шығарамыз ғой ағай дейді. Бір уақыттан бір сценарий кетіп барады. Қарасаң ютубтан қарап алған бір сценарий көріп тастаған, 1 миллиондан көріп тастаған видеоны әкеліп тұрады ғой. Сөйтіп сол жерден сценарий жазып әйтеуір балдардың көңілін қалдырмайды деп түсіреміз. Да, жас талап өнер білім орталығының ашылғанына тек қана 2 ай болды. Соның өзінде Шыңғыс деген бала областной неттерден жарыстардан 1-ші орын алды. Видеороликтен. Сіздер солай конкурстарға қатысып орындар алып көрдіңіздер ме? Ондай өнерім жоқ мен. Конкурстан ба? Мәссі. Сіздер жалпы осындай курстарды оқыдыңыздар ма? Видеомейкер деп атады, сторисмейкер. Оқыдыңыздар ма? Жалпы мен шыны керек видео түсірместен бұрын видеоны монтаждауды 5-ші класстан бері білемін. 5-ші класстан бері мен менің компьютердің өзінің несі бар ғой, видеомейкер деген. Сонымен айналысып, мен үйде әжелерімді, әкелерімді түсіріп, видеоға түсіріп, өзімде қызығушылық болған. Ешқандай 5-ші класстан бері. Қазір ешкімнен білім алмай, өзімнің сол алған біліммен. Бірақ алда уақытта бар бір сондай мобилографиядан білім алғым келеді негізі. Керек қазір. Ана жоғарыдан бүйтіп машина түсіріп алады ғой. Түсіріп машина аман ұшып кетеді ғой. Сондайлар үйренгім келеді негізінде. Біздікі қазір иншотқа жатып қалдық қой тек болды. Иншотты ғана білеміз. Сосын Аймов деген бар. Сізде қалай курстар оқыдыңыз? Курстар оқығанда мен өзі программистпін ғой. Бірақ мен монтаждап беремін. Монтаждың бәрін бұл кісі істейді. Мен уже монтажерім болғаннан кейін басқа түрін білмейді вообще. А так манағы видеомейкер нелер баяда неттік. Монтажда бірдеңе шығарып, клип шығарып. Қазір блогерлердің барлығы андай курстар дайындап жатыр да, өздері андай оқушыларды үйретеді. Сіздерде офлайн болмаса да ойда бар ма, мысалға онлайн блогерлік курс ашу? Зачем курс ашып? Мынандай керемет студия тұрғанда. Осы жерге келсін бәрі. Конкурент болғымыз келмейді. Осы жерге келсін, студия бәрі дайын тұрған. Керемет бәрі бар. Операторларымыз бәрі. Осында келсін? Да? Бұл негізі жақсы идея. Жақсы идея, керемет. Сериалдарыңыз көріп отырық, Қазақстанның барлығы қарап саған. Мен де сұрақ енді, сендерді манағы 100 теңге бар ма десе? Сендерді адамдар танып ете ма? Школ, мысалы, басқа школдың балдары тани ма? Менде арасында болады. Кондуктор айтып Өзір футбол ойнап жатқанда айтады, сені Сигза дейтін сериал бар. Мен былай мектепте кетіп жатқан кезде бір балдар айқайлайды, Сигза деп айқайлайды. Бірақ өзің неше оқисың? 6 оқимын. 6 деп айқайлайсың. Мықты, сериалдарыңыз керемет. Сигза түсіріліп жатқанда андай болған, 3-ші серияға біздер кетіп бара жатырдық. 2-ші серияны түсіріп болғаннан кейін, 1-2 күннен кейін маршрутқа кетіп бара жатсам, біздер енді сториста не істейміз ғой, белгілеп жаңағыдай жарнамалаймыз да Сигзаны. Сосын 1-2 адам келіп сұраған менен, Сигзаның 3-ші сериясын қашан түсірейін деп жатсыңдар, соған түсуге болады ма деп. Біздер осы жас талап номерін береміз, болды. Директормен сөйлеседі өздері. Сондай жағдайлар болды. Былай андай болған жоқ қой, андай көшеде кісілер өтіп бара жатқанда ұялу, андай бір сөзін жеткізе алмай қалу, сондайлар бола ма негізі? Болады. Сіз әлі ұялып отырсыз? Пардон, астына кіріп барсыз ба? Сендерде киноға түсу деген манағы арман. Сразу киноға түсіп, сразу актер шеберліктерін жетілдіріп, оңай түсіп кеттіңдер ма, или бір сценарийді 10 шақты рет түсіресіңдер ма? Кәдімгідей 10 шақты рет кейде. Сіз емес қой бұрын? Кейде андай болады, актерлықтар. Біздер өзіміз видеоблогер болғасын, біздер көбінесе видеомен айналысамыз, біздер актерлыққа көп жоқ бізде айтсақ болады. Актерлықтарда қайта-қайта камераға қарап қалатын кездер болады. Біздер мысалға таңертеңнен кешке дейін жүріп, сол бір киноны түсіреміз. Білмеймін, сіздердің видеоларын қараймын, кәдімгі
актерлік шеберліктеріңіз мықты. Басқа қазақша сериалдарға қарағанда басқа қазақша сериалдар қарап отырса кешіресіздер. Жоқ, бар кейбір қазақша сериалдардан да сені сәкен іздеп жатыр. Не дейді деп андай болады. Жаттап алған сияқты ше. Индийский сериал сияқты ма? Иә. Бізде де өзімізде де қиындықтар болады. Сіздердің вайндарыңызды түсіруге, андай вайн сияқты видеолар түсіруге қанша уақыт кетеді? Видео түсіруге негізінде, егер андай мағыналы видео болатын болса, где-то жарты сағат, 1 сағаттай кетеді. Простой вайндар түсіріп тастауға. Егер просто андай күлкілі болатын болса, біздер Бейсон. бір кадрмен ғой. Чүп болды. Біз даже камераны алып осылай істеген өзінде бізде уже импровизация деген болады ғой, ойдан бірдеме шығып кетеді. Бізге әзіл түсіру оңай. Түк қиналмаймыз сценарий жағынан, әзіл жағынан. Ал мағыналыға келгенде халықты андай жылату қиын қазір. Қазір халықты күлдірту оңай, жылату қиын қазір. Онда бізге бір видео түсіріп бере аласыздар. Импровизация әзіл істеп Импровизация. Давай ойнайық. Так, не ойнаймыз. Так, камераны алу керек болшы, мен камерасыз жүре алмаймын. Андро камера деген. Так, қандай түсіп тастауға болады? Андайлар болады ғой, білесіздер ма? Көшедегі айтады да, кісілерге айтады ғой. Егер сен көңіл күйің болмаса, значит сен настроение жоқ. Егер сен досың обидчісе, значит ораза ұстамайды. Значит ораза ұстамайды. Егер сен маскасыз жүрсең, значит сен папаң охранник. Сондайлар болған, көшеде кісілерге айтады ғой. Цитаталар болады, білесіздер ма? Кісілер айтып кетіп қалады, бүйтіп кетіп қалады. Сондайлар түсіру оңай негізінде. Қазір көбі сондай контентті алып алған ғой, бойында бар сондай. Иә. Сосын андай бар ғой. Сәлем. Қалайсың? Қай жақтан болсын? Алматы. Ерке Есімахан или Ези? Екеуі емес. Жасталап или Аманат Продакшн? Жасталап. Кеше онда Аманат Продакшн деген Аманат Продакшн өйтті. Ол құрысы маған ақша төлеп қойған. Негізі көп қой түсіруге болады негізі. Мен негізі көбіне жүрегім мағыналыға барып тұрады да, бұныкі андай әзілге көп жақын. Андай әзіл айтқысы келеді де, құтырады. Құтырып жүреді десің. Бір нәрсе. Сіздерге андай комментариялар келе ма, что сіздердің видеоларыңызда мынаны оқыттым, мағынаны шыны керек, көбі жазады. Сіздің видеоңыздан кейін мен ораза ұстай бастадым. Сіздің видеоңыздан кейін жаңағындай мамама ұрыспаймын, ініме айқайламаймын, мектепте осылаймын, мектепте осылай жүремін. Сондайлар көбі жазады бізге. Сіз блогерлермен кімдермен араласасыз? Қазір сол ННН-демен араласасыз ба? Иә, әлі күнге дейін араласамыз. Әлі күнге дейін дайректтен жазып тұрамыз. Алишермен, Ахонмен, бәрімен араласамын. Бірақ енді қазір өзім TikTok желісінде жүргесін, TikTok-тағы балаларымның почти бәрімен араласам. Өзіміздің WhatsApp-та группа бар. Авди Симпаймен де барлығымен араласам. Қазір сіздерге көрсетіп жіберейін, если қазір көрсетейін. Мен барлығымен араласам. Әлі күнге дейін WhatsApp-та желісінде біздер сөйлесеміз. Мына жерде Жалқау деген жігіт бар, білесіздер ма? Алдаров, мен ғой Иса, актер без Оскара, Амир, Амир ғой, Имо, қазір көрсетейін. Коробкада бойында жазайды, Алдаров. Міне Авди Симпай. Міне Авди Симпай. Көріп тұрсың, міне Алдаров, міне Авди Симпай, Амир ғой. Барлығымен араласамыз біздер WhatsApp желісінде. Мінекей. Мен әйтеуір тек қана кеше жазып алдым TikTok-та. Иә. Барлығымен араласамыз. Өйткені біз бір сферада жүргесін, бір-бірімізбен араласу мүмкін емес. Бәріміз, мысалға, стоматологтармен араласады, мысалға, бомждармен емес. Әркім жаңағыда өз саласымен да, кім қай жерге жүресің, сол жермен. Ертең сіздер актерсыздар, сіздер де бізбен де, басқалармен де араласа бастайсыздар. Солай өзінің тамадылармен мысалы. Өйткені бір-бірімен араласу арқылы олар көбейеді, олар көтеріледі. Қай жағынан да. Если мысалға сен өзің блог жағынан жүрсең, сен басқа өзінен жоғары блогерлермен түсірсең, сенің оқырманың да көбейеді, сенің контентің де өзгереді кішкене. Мен енді TikTok-тан тек Жұмабаевпен араласам. Бұлай Instagram блогерлерімен Атырау, Ақтау, Урал бар, Шымкенттің блогерлері бар, солардың бәрімен манағы араласып тұрамыз. Екеуімен араласасың ба?
блогерлармен қатты таласам видеолерден гөрі. Видеолерден гөрі блогерлермен қаласам дейді. Сіздер сонда әр қалаға барғанда блогерлер болса солармен түсіріп жүрсіздер да? Иә, бізді мысалға егер мен Атырауға баратын болсам, мені актер без Оскара, басқа актерлар күтіп алады мені жолдан. Ақтөбеге барсам басқа да блогерлер бар. Алматыға барсам, көбіне Алматыда ғой қазір. Бірақ енді мен шыны керек Алматыға бармай, басқа қалаларға бармай, осы Оралдан да дамытуға болады. Көбі қазір Алматыға кетіп қалып жатыр. Неге өзіміздің қаламызда, өзіміздің жерімізде неге дамытпасқа? Неге дамытпасқа? Ана бір видео бар ғой. Неге соны айтпасқа? Соны айту керек деген. Әр блогермен араласқан жақсы, бірақ самое главное өзінің контентін жақсы болу керек. Адам тек қана контентпен көтеріледі, а коллаборациямен ондай контентке қарағанда ондай әсері қатты емес. Самое главное. Қандай барация? Коллаборация әртүрлі блогерлермен. Сіздердің хейтерлеріңіз бар ма? Шын өмірде көрдіңіздер ме хейтерлеріңіз кереміз? Хейтер айтпайды ғой. Десе да. Жоқ, хейтерлар енді олар сырт көзден көп көрінбейді. Шама келсе олар андай фейк аккаунттар ашып алады. Жалған аккаунттар ашып сөйтеді. Сіздерде деген мысалға көбі сырттан таниды дедіңіздер да, фотоға түсіп, ал кейбір адамдар бола ма андай негатив айтып кететін адамдар? Бетке айтып кететіндер ма? Иә. Бізде Оралда ондай жоқ сияқты. Алматы қаласында да ондай көрмедім. Негізі басқа қалаларда бар дейді ғой ондайлар. Ақтауда көп бар. Атырау, Ақтау жақтарда болуы мүмкін, ол кісілер енді жамандамаймын, бірақ ол кісілер тіке айтады, бетке айтатын кісілер. Ол айтады кәдімгідей. Дұрыстап видео. Олардың айтуы да дұрыс негізі. Маған негізі хейтерлер негізі бір жағынан қолдаймын. Олар, мысалы, егер сен оқырман, сен бір кісіге тіркелген болсаң, сен ол кісіден мән іздемейсің. Яғни минус іздемейсің. Ал егер сен бір кісіге тіркелмесең, оның видеосын қарасаң, сен одан іздейсің. Қате кемшіліктерін көресің. Мысалға, сол сияқты олар сенің қателіктеріңді айтып отырады. Негізі хейтер болған жақсы. Сенің қателіктерін айтып отырады. Олардың қателіктерін көріп, сен түзеле бастайсың. Одан сайын хейтерлер арқылы сен көтеріле бастайсың. Керісінше жақсара бастайсың. Егер сен хейтер болмай, бәрі плюс болатын болса, сен өз-өзіңе күмәндан алсайсың. Қалай, может быть, мен жақсы түрім бір адамда қателік болады ғой бәрібір. Сен қанша жерден мықты түсіріп тұрсаң да сенен қателік болады. Қателікті айтып отыру керек негізінде. Сіздер дейтін достық дейтін сериал сияқты етіп түсірген екенсіздер да? Соны түсіруге қанша күн кетті? 1-2 күнде түсірдіңіздер ма әлде бір күн ба? Оған идеяны қайдан алдыңыздар? Мотивация деген тапты. Досым деген сериалды, мен ол Досым деген сериалға идеяны шыны керек, ол видеоны ННН-мен түсірем ба деген, Алматыда ННН-мен түсірем ба деген, ол кезде ННН маған айтқан, бұл видеоны түсіру өте қиын деп. Қиын, оны біраз жерге бару керек шығар. Ол кезде менде сценарийде кішкене локациялар көп болды. Больницаға баратын. Негізі ол жерде біз больницаға баруымыз керек. Ал видеода тек қана скорыйдың келатқан жері көрген шығарсыздар. Негізі ол жерде больницаға бару керек. Халат киген жаңағы врачпен сөйлесетін жерлер. Біраз нәрсе айттым ННН-ге, бірақ ННН-нің уақыты болмады ма, әлде кішкене қорқытты ма? Қарасаңыздар, олардың видеолары көбіне бір жерде түсіріледі. Сосын ННН-мен қиын болғандықтан мен ол видеоны сақтап қалдым. Маған біраз блогерлер келді, сол видео идеясын маған сатшы деп. Маған көп цена қойған, 40 мыңға сатшы, маған 100 мыңға сатшы, мен сатып аламын деп. Қатты қызықпен бірақ сатқан жоқпын. Күтіп жүрдім мен осы моментте, бір оқырман жинап алғаннан кейін, аудитория жинағаннан кейін сол видеоны саламын деп күтіп жүрдім. Сол момент келді, актер іздей бастадым. Біраз адамдарды қарадым, мен өзімнің достарымның арасынан мысалы, кімге келеді ол образ. Сөйттім де Талғатты алдым. Келді, түрін орады келген сияқты, Кейде сценарийларды ол ойластырып қояды да, осы видео түсірер кезде маған сол күні видеосын осылай деп айтасың. Заранее айтып қоямын. Басында заранее айтпай жүрдің ғой. Сол кезде мен деген заранее айтпай, сол кезде айтады да, сосын сразу түсіріп кетеміз. Түсірген кезде мен деген сөзімді ойлап отырамын, бір жағынан уже эмоцияны келтіру керек. Сондықтан да мана кадрға дұрыс шықпай қалады. Менде көбіне сценарий емес, менде көбіне импровизация. Біз дайындалған кезде басқаша дайындаламыз да, видео түсірген кезде мен импровизация, ойдан шығарамын да, сол кезде ол күліп қалады. Айтады, ондай жоқ қой, мен айтамын ғой, импровизация ол. Сценарий бойынша былай тұрады да, осы манағы түсіреміз де, дұрыс шықпағаннан кейін тағы түсірейікші деп үшінші кадрда түсірген кезде бұның сөздері уже басқаша да. Сосын мен непонятно болып қаламын да. Мен шыны керек, мен импровизацияға көп жақынмын. Мен сіздерге айттым ғой, жаңағы Қазақстан діни басқармасымен видео түсіріп жүрмін. Оларда кәдімгі сценарий.
мысалы солай айту бар деп айта ма, бар деп айту керексің. Және тура сол сөзді алыстан түсіреді, жақыннан, өздеріңіз білетін шығарсыз сериалды. Алыстан түсіреді, жақыннан түсіреді. Барлығында тура солай болу керек. Сол видео түсіргенде мен қатты қиналдым. Адасқан жігіт дейтін бір видео түсірдім, короткометражный ютубта бар. Сол жерде мен қатты қиналдым. Назар аударды Азамат Аленов. Иә, мен көрдім. Көрген шығарсыздар, сол видеода мен қатты қиналдым. Өте қиын болды. Негізі өзіміздің түсірген видеоға қарағанда жаңа сіздердің түсіріп жатқан жұмыстарыңыз қиын. Бізге қарағанда сіздердікі қиын. Сіздер молодцы, сіздер мықты бізге қарағанда. Кеше көрдім, качестволар деген жақсы. Біздер жұрттар деген сериал қарағанда бірінші сериядан қарайды, біз төртінші сериядан қарадық. Төртінші сериядан бастап қарадық, қызық. Өте качествода өздеріңіздің ұстау қызығырақ. Төртінші сериядан болса да қызығырақ болды. Молодцы. Оралдан бұндай актерлар, таланттар шығады деп ойлаған жоқпын, шыны керек. Әрі қарай дами беріңіздер. Сомадағы фильм. Әрі жалғасы бар ғой. Негізі бітті ма? Соңғы бөлімде тұр ғой. Енді алда уақытта блогерлер туралы сериал шығарасыздар, иә? Кино. Соны күтеміз. Ол серия емес, бір не болады. Если что, адам керек болып жатса, біздер бармыз, шақырсаңыздар. Хотя массовкаға, хотя гүл әкеліп тастайық, гүл. Хотя доставщик па, бізге ұнайды негізі осы сала. Осы саланы таңдадық, біз осы саламен кетеміз. Сіздерді андай кейбіреулер ойлайтын шығар, айтатын кездер болады ма? Сендер блогерсіңдер, ақшаларың көп деген сияқты. Көп айтады. Мені көбі ойлайды бай деп. Бай деп ойлайды. Бірақ енді Аллаға шүкір, денсаулығым барлығы бар. Мен сол үшін баймын. Бірақ машинам жоқ, жаңағыдай керемет зәулім үйім жоқ. Шүкірміз, бірақ Аллаға шүкір. Бірақ осы Инстаграм арқылы әлі дамып жатқан, байып жатқан жоқпыз. Жұрттар сияқты миллиондап ақша алып жатқан жоқпыз. Анда-санда жарнама алады, 2000 теңге, 1000 теңге, 1000 жарымға. Солай. Қазір көп ойлайды ғой, блогерлер бай деп сразу ойлайды. айына миллион айлық алады. Осы өмірімде Бар блогерлер, бар ондай. Суши пиццаға көп шақырады. Осы 10 жыл болды видео түсіріп жатқаныма, 10 жылда біраз суши пицца жеп тастадым. Бірақ андай киімге көп шақырмайды. Басқа, мысалы Алматы қаласында НННдер тегін киінеді, тегін сағат, тегін жерлерге барады. Бізде ондай көп жоқ. Суши пицца бізде жаңа бартер деген, мысалы бізде Оралда енді блогерлер ондай көп емес қой. Сондықтан да бартер қатты дамыған жоқ. Не ғой? Ақтаудың Молдаш деген блогер айтады, маған алдында Оралға келіп кетті ғой жыл блогеріне бізге поддержка ретінде. Сол Молдаш айтады, маған деген Оралға барғаннан кейін манағы бір өзің дағым ғой, бартерға киім беремін деп. Осыны қандай киім бересің десе, бір кроссовка деп айтады. Олар деген енді мол 200 мың, 300 мың товарларын алып үйреніп қалған адамдар ғой. Айтпақшы, мен қазір киім сатып алмаймын. Неге сатып алмаймын? Өйткені қазір мына үстіндегі киім келіншегім өзі тіккен. Келіншегім киім тігеді, осындай жарнама жасатса да. Мына келіншегіме мен мата алып беремін, тек болды. Мата алып беремін, өзі тігеді бәрі. Келіншегімді оқыттым. Басында тортқа оқыттым, кондитерлікке, торт пісіретінге. Одан ешкім шықпайды. Тігінді өзі тігеді. Келіншегім капюшоны бар. Кеше күштетіп бас киім тігіп берді, да? Иә, бас киім барлығы. Иә, ол бар, қызық. Жайлап үйренеді ғой. Тиктоктарыңызда сразу атып кеткен уақытта қандай реакцияда болды? Подписчик көтеріліп кеткен, сразу көтеріліп кетеді. Кім-кімді атып кеткен? Алдында сен атып кеткен жоқ па не? Атып кеткен дегенде, менде шыны керек, көп просмотр жинағанды айтқым келіп тұр. Иә, сондай тезірек дамып кетеді ғой. Иә, менде көбіне мағыналы видеолар, особенно сериалдар. Жаңа сіздердің түсірген дүниелеріңіз, сериалдарыңызды егер қызық жерлерін бөліп барлығын, енді TikTokқа 3 минут қой. Сіздердің сериалдарыңыз қанша? 40 минут, 15 минут па қанша? 40 минут. Жоқ, 40 емес. Бәрін қосқанда 40 минут. 18. Иә, 18 минут. Солардың қызық жерлерін TikTokқа егер сіздер видео салатын болсаңыздар, бастапқы 3 секунд қызық емес болса, халық ары қарай қарамайды. Сен даже орта жағында да қызық жер болса да, халық қарамайды. Оларға скучно. Бүйтіп өте салады. Бастапқы 3 секунд ең маңыздысы TikTokта. Бастапқы 3 секунд андай. Сен неғыл деп тұрсың деген сияқты видеолар болса, уже ары қарай қарайды. Сондықтан да егер сіздердің жаңа сериалдарыңыздағы жерлерін алып
даже жалғасы ютубта деп те жарнама жасауға болады. Тикток сосын сенің подписчигіне көп қарамайды. Сенде 100 подписчик болсын, кеше ашқан болсаң да сен просмотрың миллионға баруы мүмкін. Өйткені тикток сондайды қолдайды. Тикток бірден көтеріп жібереді. Тиктоктан көтерілу оңай. Сол үшін ютубтар олай жасамайды, инстаграмда қиын көтерілу. Сол себепті жаңағыдай менде бар жалпы видеолар миллион просмотр жинаған, 1.200.000, 1.5 миллион. Сол жаңа бастапқы. Сіздердің сериалдарыңызды жаңа тиктокқа салсаңыздар, сосын кейде манағы сөзімді өлейді. сен то что бөлу турап тастадың ғой. Сосын кейде манағы сценарий жазып дайындалып түскен видео кейде өтпей қалады да, манағы иман түсіріп тастайықшы мына видеоны, сосын салармыз деп. Сондай видео өтіп кетеді. Мысалы миллион жинап кетеді ондай видеолар. Ата-аналарыңыздың пікірі қандай осы жаңағы видео түсіруге? Мысалы енді басында қарсы болған шығар, не айтты сіздерге? Әке-шешем негізінде басында видео түсіріп жүрген кезде әке-шешем айтқан, кішкене балам, нормально нәрсе түсірші деді. Нормально нәрсе түсірсе болған деп. Менің видеоларымды WhatsApp желілерін таратып жүрді. Андай көбіне мен күлкілі түсіріп жүрдім бұрында. Қазіргі видеоларымды мен жақындарымда, отбасыларым барлығы WhatsApp историяларына салады. Қазір мағыналы түсіріп жүрмін ғой дүниелер. Сол қазір қолдайды ата-анам. Молодец дейді. Сол Қолғанат мамасы инстаграмда өте активный. Менің каждый салған фотом, стористерім бәріне мана лайк басып, комментарий жазып. Мамам дұрыс па, комменттің королі мамасы ғой. Мен анам негізі комменттің королі дейтін, мен анама қарап үйрендім негізі. Менің анам кімді көреді, соған подписаться етеді. Соның бүкіл видеоларына лайк басады, комментарий жазып шығады. Сондай кісі үйде отырады да, комментарий жазады. Мамам, мен де өз мамам болғасын кішкене соған тартып кеттім. Әкем ондай емес, әкем видеоны қарайды да лайк та баспайды. Сен лайк бар екен айтып қойшы, может білмейтін шығар. Сол тегін дүние ғой, лайк басу, комментарий жазу деген. Бұл халыққа да приятно да, сіз мысалы видео қараған кезде сіздің астыңызда дәл бар ма? Айтпақшы, оразаларыңыз қабыл болсын, ағамаңыз. Ораза қабыл болсын. Ораза қабыл болсын. Сізге, сіздің ата-аналарыңыз? Енді менің ата-анам деген. Қазір біз неде тұрып жатыр? Әке-шешесі қуып жіберді дейді. Не түсіріп жүрсің? Бұлай енді ештеңе демейді, нейтрально ғой, бірақ қолдайды. Папа именно қолдайды. Мама енді көп түсінбейді. Мана ол саған ақша келе ма, нете ма, бүкіл уақытында жойып жүрсің деген сияқты. Алдабай енді танысайық, аттарың кім айтыңдар. Сіздермен танысайық енді. Абдесеп айтыңыз. Талап, Мансұр Талап. Памятің күшті ке? Ғафур Бекнұр. Ғафур Бекнұр? Екі адамның есімі да? Иә. Бұл да тоже Мансұр Талап екі адам. Атам мен Атам мен папам. Бірақ атың Ғафур Бекнұр. Атам Бекнұр. Фамилиям Ғафур. Бәсе. Сіз? Жұмаша Бақбаян. Сіз? Шынымен де Ақбаян екенсіз. Құлахметова Махаббат. Махаббат. Сізде негізі күшті не шығады андай? Журналист. Жүргізуші, сондай. Журналист. андай. Прогноз погоды жүргізетін десінде. Жаңалықтар жүргізетін. Сәлеметсіздер ма деп андай. Келеді сіз Рахым Шымғыз. тамадамын десе. Ол өзінің оператор. Оператор. Рахым Шымғыз. Молодец. Сіз? Ахмет. Ахмет. Азамат қызы. Азамат қызы? Мықты. Мен айттым, басында айттым. Сол керемет екен студияларыңыз. Жақсы. Антики-фантики деген ойын бар. Соны ойнасақ қалай болады? Қалай болады? Ысырып мен өзім көрсетемін. Бір ойын ойнатып жіберейік. Қазір өте қызық болады. Кетіп онда партаны істейік. Кішкене андай бұл видеода қызық болады ғой. Антики-фантики деген ойын. Бұл жерде қазір арамыздан бір адам таңдалады. Кез келген бір адам таңдалады. Мысалға сізді таңдаймыз. Сіз ортаға шығасыз. Сіз таңдалады. Және мен қазір былай жасаймыз. Қазір осы кісілердің арасынан сізге айтайын. Осы кісілердің арасынан мен бір кісіні таңдаймын.
Сіз бірақ білмейсіз кім кісі екенін. Сіз сыртқа шығып кетесіз, мен бір кісіні таңдаймын. Сол кісі қазір барлығымыз бір движениемен, яғни антики, фантики деген движениемен, ол кісі движение көрсетеді. Кез келген бір движение көрсетеді. Бәріміз қарап, оның не істеп тұрғанын, соны біз қайталаймыз. Ал сіз сырттан келесіз де, именно движениені кім көрсетіп тұрғанын табу керексіз. Түсініп тұрсыз да? Ал қазір движениені көрсететін. Сен көрсетші движение. Любой. Түсініп да? Өлеңнің аты антики-фантики. Түсініп да? Ал кіре беріңіз. Антики-фантики, бум-бум-бум. Антики-фантики, бум-бум-бум. Антики-фантики, бум-бум-бум. Антики-фантики, бум-бум-бум. Движение ауысу керек. Антики-фантики, бум-бум-бум. Движениені ауыстыр. Фантики, бум-бум-бум. Жоқ, антики-фантики, бум-бум-бум. Антики-фантики, жоқ, бум-бум-бум. Антики-фантики, бум. Дұрыстап қара, бәрін қарап шық. Біреу көрсетіп тұр движениені. Біз содан қайталап тұрмыз. Антики-фантики, кім деп ойлайсыз? Дұрыс. Сіз енді шығып кетесіз. Так, сіз тұрыңыз. Қалай тауып алдыңыз оны? Қиын болды ма? Тұрып, емес алды ма? Онда кішкене оңай болды, иә? Так, движениені көрсетейін. Кіре бер. Кеттік. Антики-фантики, бум-бум-бум. Антики-фантики, бум-бум-бум. Қалай тауып алдың? Бәрі осы Қазір осыдан кейін тағы басқа ойын көрсетем, иә? Осыдан кейін. Так, движение көрсетем. Жақсы. Кіре ғой. Кет. Антики-фантики, бум-бум-бум. Антики-фантики. Мен тұрмын деп айтып көрсетем. Антики-фантики, бум-бум-бум. Ана кісіге көп қарамаңыздар, ата білдіртіп қоясыздар. Шама келсе көп қарамаңыздар. Жоқ. Сен үш рет айтпақсың, үш рет тауып алсаң, ажамай істейсің. Бірінші кетіп қалды қазір. Антики-фантики, бум-бум-бум. Дұрыс. Жақсы. Тағы бір ойын көрсетейін, иә? Мысалға, барлығымыз зілдеріміз соғамыз, қараңыздар. Қолғанат. Дейміз да, келесі адам атын айтасың. Мысалға, қолғанат. Талғат өзінің атын айтады. Талғат. Келесі адамға береді. Өзі біледі кімді айтатын. Түсініп тұрсыздар ма? Қараңыздар, мысалы мен бастайын. Қараңыздар. Талғат. Мансұр. Мархабат. Бекнұр, шығыс. Бәрін бірге. Бекнұр. Тормыз. Бекнұр сен қайтып бастайсың. Кеттік ал. Бекнұр. Шығыс. Талғат. Шығыс. Түсіндіңдер осыны? Так, кез келген бір әнші ма, біреу жасырайық та. Әнші ма, ақын ба, бір жұлдыз біреу жасырайық та айтайық. Бізде бар ма? Бастай беріңіз. Негізі ол әнші, керемет әнші, бойы кішкене қысқалау.
әндер былай айтады көбіне. Ассалаумағалейкум достар деп басында. Затбек Сағынғанда. Ал сіздер? Бізде де әнші. Короче, Петропавлда айқай шу болды. Танымал әнші. мен білемін. Конечно, сен білесің, өзің группа білесің. Шалмен айқайласты, короче. Петропавлда концертте, Төрелде. Так, енді нені жасырайық? Қала жасырайық, қала. Кез келген бір қаланы жасырамыз. Сен бізде дайын? Давай сіздер басташы. Мана бастадық. Ол көне қалам. Қазір өркендеп жатыр, өсіп жатыр. Түркістан. Швейцария болып кетті, да? Иә. Біздікі бізді жасырамыз. Ол жердің қарбыздары деген мама ғой кәм. Үйдегі мама. Шымкент. Жоқ, үйдегі мама кәм. Тәп-тәпті қарбыздары. Барлығы жеді оны. Осы жердің почти бәрін жедіңдер. Жоқ. Не, Тайпақ. Сразу Есі қала дедің ғой сен деген. Тайпақ қала болып батыр ғой. Жоқ, мықты ол жақ қазір. Иә, ол жер мықты қаз, керемет. Ал достар, біздер қазір келген қонақтарымызбен бірге шағын бір видео түсірейін деп жатыр. Қойылым барысын тамашалаңыздар, кеттік. Көшеде болған жағдай қазіргі қоғамдағы проблемалардың бірі. Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біздер топ концерт көшеде адам құлап жатыр. Не істеп жатырсыңдар, неге соткаға түсіріп тұрсыңдар? Міне бір кісіге Көмектеспейсіңдер, одан да. Бауырым, не болды? Байыма деген прям рек болды, рек болды. Кішті. Рек қашқан тұр ма деген. Бауырым, тұршы. Су ішші кел. Бауырым, мына тұршы кел. кісіге су беріп жатыр қазір. Неге видеоға түсіріп тұрсыңдар, тастаңдар, көмектеспейсің адамда. Бауырым, тұршы кел. Келші, бауырым. Келші. Телефоны қап қойды. Ауыр екен, бауырым. Телефоны қап қойды мінекей. дос, мен бар ғой, уже 5 жылдай болып болды, уже нетта жүріп, футболда жүрім алдында бірінші орын алып. Сен осы неғып атты жүресің неме? Кішкене бірдеңе қатысып. Иә, қазір, ха? Қатысың сен не бар? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар жігіттер? Жақсылар ма? Иә. Бекнұр деген сен емес пе, да? Иә. Молодец, сен кеше телевизордан көрдім. Журналдардан көрдім. Сен Қазақстанның атын көтеріп жатыр екенсің. Керемет. Сен спортшы екенсің ғой. Самбоға қатысады екенсің. Бос уақыттарында шахматпен айналысады екенсің, иә? Сен грамоталарыңды көрді, яғни барлығы сенікі, иә? Қарашы. Мәссаған. Қанша грамотаң бар. Молодец. Өркенің өссін, балам. Дами бер. Жақсы. Сен досың ба? Сен де қатыс бірдемеге. Досыңнан сұра, айналыс. Жақсы, давайте, жігіттер. Молодцы. Мынандайың бар екен, нет қайтпейсің, е? Білмеймін, сен қасында бір жүріп қалатын шығар. Ал сіздерге келгендеріңізге рахмет айтамыз. Осылай бізге қолдау көрсеткендеріңізге сіздерге көп рахмет. Ал достар, міне бүгінгі біздің кезекті влогымыз өз мәресіне жетті.